Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен тауық етін духовкада картоппен бірге пісіретін боламыз. Ең алдымен тауық етімізді жуып алып, тұзымызды саламыз. Одан соң китайский тұзымызды да салатын боламыз. Және де қызыл бұрышымызды саламыз. Паприка дәмдеу үшін қосып аламыз. Қара бұрышымызды салып аламыз. Кориандр дәмдеу үшін де қосып алатын боламыз. Сонымен қатар соевый соусымызды да біраз қасықтай, видеода көріп тұрғандарыңыздай қосып аламыз. Және де сұйық майымызды қосып аламыз. Келесі кетчупымызды қосып аламыз. Оның орнына қызанақ пастасын қолдансаңыздар болады. Және де майонезімізді салып алатын боламыз. Сосын барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Дәл осы мөлшерде тауық еттеріңізді мариновать ететін болсаңыздар, сөзсіз сіздердің тауық еттеріңіз өте дәмді және де сочный болып шығатынына кепілдік беремін. Ендігі кезекте сарымсағымызды қосамыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Тауық етімізді жарты сағат, 1 сағат көлеміне мариновать етіп қалдырып қойсаңыздар, сіңіп өте дәмді болып тұрады. Ол дайын болғанша картопымызды турап дайындап қоямыз. Осылай картопымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, картоптарыңыз одан да үлкен болатын болса, 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мінекей осылай турап алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, қолдап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей картопымызды турап болдық. Енді сұйық майымызды және де тұзымызды, китайский тұзымызды да қосып аламыз. Паприка дәмдеу үшін қосамыз және де кориандр дәмдеу үшін қосып, сарымсағымызды да қосып аламыз. Сонымен қатар кетчуп, майонезімізді де салып алатын боламыз. Сосын барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Келесі соя тұздығымызды да қосатын боламыз. Біраз қасықтай, видеода көріп тұрғандарыңыздай, оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Одан соң оның да бетін жауып, жарты сағат көлеміне қалдырып қоятын боламыз. Мінекей дайын болды. Одан соң листімізді майлап, осылай картоптарымызды салып аламыз. Одан соң пиязымызды осылай майдалап, турап, осылай салып алатын боламыз. Және де сонымен қатар жаңағы мариновать етіп қойған тауық етімізді салатын боламыз. Мінекей барлық жеріне осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Мінекей қойып дайындап қойдық. Енді 180 градуста 1 сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Қайта қарап тұрғандарыңыз дұрыс, күйіп кетпес үшін. Мінекей осылай пісіп шықты. Енді ыдысымызға осылай жайғастырып алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Сіздермен болған Ақниет. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.